Ассалаумағалейкум ағайын, пайым парасаты түгел ақылының атырабына қазақтың болмысын, қазақтың қал жағдайын, қазақтың болашағын сыйдырған азаматтар студиямызға қош келдіңіздер деп бастаймыз. Рахмет. Пайым тайым бізбен бірге сәл ғана уақыт осы ұлттың, жалпы діннің, дәстүрдің, әдептің, ғұрыптың, жалпы әдебиет, мәдениет, өркениеттің төңірегінде әңгіме дүкен құрамыз. Аллаға студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді сізді біз білеміз, дәстүрдің, тілдің, қазақ руханиятының жанашырсыз. Қолтаңбаңыз біраз жерде қалып келе жатыр. Алла қаласа көп жерде сіздің әлі көп қолтаңбаңызды көреміз деген ойдамыз. Әсіресе сіздің шығармашылық шыңыңыз осы Міржақып киносына атсалысқаныңызды біз көрдік. Кәдімгі түн қатып жүріп түс көрмей дейді ғой, солай қызмет еттіңіз. Ұлт ұстазының ұлтына қайта оралуына өзіңіздің үлесіңізді қостыңыз. Былайша айтқанда санаға үлкен сілкініс келді. Кітаптарыңызды оқысақ, көбінде қарапайымдылықпен алып кетесіз. Осы нәрсе сіздің бойыңызда тәжірибеден келді ма, тәрбиеден келді ма, әлде қаныңызда бар ма? Осы туралы бір кеңінен тарқатып айтыңыз. Сұрақ үлкен екен еді. Сұмдық иә. Енді бұны бір пайызға шағып, мұнанша үлесі қаннан, мұнанша үлесі тәрбиеден, мұнанша үлесі оқыған білгеннен деп айту қиын шығар. Бірақ адамның өзінің қалыптасы, ортасы деген адамға өте үлкен әсер ететін дүние. Адамның өзінің негізінде де болу керек әрине. Бірақ қалыптасқан орта, көрген тәрбие, сосын кейін шындап келген кезде бір қаншама жылдар ауылдан алыс кетіп, содан кейін бір сағыныштың көзімен қайтадан бір қараған кезде жаңағы тау алыстаған сайын биіктейді деп, сол кезде жас қасынан сәлем беріп шауып өте шығатын шалдардың кейбір жағдайларға байланысты шешімдері, көрсеткен мінездері, айғақтаған болмыстары бәрі өте бір жіңішке бір деталдарменен ойыңа оралады. Мына жағдайда сол шалдар болса қалай істейтін еді? Қалай жауап берер дейсіз ғой? Мына жағдайға былай жауап берілмеді, мен істеп тұрмын деген адамды өз-өзіңді салыстыру, және осы мен өзім бір табиғи болмысымнан алыстап бара жатырмын ба? Былайша айтқан кезде, қазіргі заман тілімен айтқанда мутантқа айналып дейді ғой. Жаңағы сіз мені қанша ұлттық тәрбие, болмыс туралы бір керемет сөздерменен мақтап жатқаныңызбен, мен ішімде өзімнің қанша сол қазақылықтың қадірін біліп жүрмін, қанша соны сақтап жүрмін, ауызда айтқанда бар дүниемнің бойымда қаншасы түгел деген секілді нәрсеге кәдімгі ойланасың. Содан кейін сол адамның ең керемет бір қасиеті, көп адам өзгереді. Ауылдан қалаға келіп өзгереді, қаладан басқа бір мемлекетке барып өзгереді, ақшалы болып өзгереді, мансапты болып өзгереді, атақты болып өзгереді көп. Бұл өзгерістердің барлығын болмайды деп айтуға болмайды. Адам өзгеру керек, өйткені жаңа ортаның жаңа нәрсесін қабылдау керек. Бірақ түбегейлі өзін жоғалтып алатын адамдар бар. Қатты дағдарысқа ұшырап, ол жетістіктерге жеткен болуы мүмкін, бірақ өзінің ішкі әлемінде оның жаңағы мінезі, бұрынғы адамдармен қарым қатынасы, тіпті бір ұсақ жағдайларға байланысты шешімдері
өте жаңағындай бір қатал шығуы мүмкін. Немесе өзінің сырттай бір өзінің образына еніп алып, бірақ ішінде о нәрсенің бәрі жоқ болуы мүмкін. Бұл жиған білімнің бойға сіңбей, былайша айтқан кезде көзге көрініп қана тұратын дүниеге айналып қалуы мүмкін. Иә, түр жасау. Сондай да болуы мүмкін. Мен өзім сол қарапайым дегенде, бізде мен де қарапайым адаммын ғой. Мен бір керемет атақты адам емеспін, шын айтқан кезде ақшалы адам емеспін. Әлде қандай бір саяхатшы емеспін, әлем шарлап жүрген. Сосын енді қатардағы қазақпын. Иә, қолымыздан келген нәрселерді жазып жүрміз. Бірақ біреуге бір нәрсені бір жақсылық жасауға, бір кез келген бір жағдайларда сол баяғы қазақтардың нәрсені істей аламын ба деген менде сол тұрады. Ол дұрыс па, дұрыс емес пе білмеймін мен. Солар солардай жауап бере алсаң, солардай не алсаң, маған сол өзіме ұнайды. Астында жалғыз атын сойып беріп жүрген істеп кете беретін тентек болар деп ойымдайсыз ғой. Сондай дүние. Енді уақыттың талаптары да басқаша. Оны да түсінуге болады. Сонша жынды болып кетуге болмайды енді сол кездегі қазақтай боламын деп. Бірақ енді адамның бір жаны қалайтын нәрсесі болады екен. Өзі мен әкеме ұқсай бастасам, кейбір әрекеттер ұнайды өзіме. Рахаттанып содан бір не қыламын, мысалы. Мәрттігі, жаңағындай бір ерлігі, жаңағы жолдан үш нәрсені әкем өзі былайша айтқан кезде бірдеңені бағасына сатып көрмеген адам ғой. Ақша айырбас дейді ғой. Бұрынғы айтқанда зат айырбас дегендер болған, ақша пайда болмай тұрған кездегі уақыт бар ғой. Сол секілді, сол уақытта өмір сүрген адам секілді болып тұрады. Мынаның бағасын айт десе, қалай енді? Ол кісі бүкіл үй ағашын жасады, елдің киіз үйін жасайды, ағашын. Ол кісі бүкіл елдің малын пішеді. Ол кісі бүкіл шалдардың басын тымақпенен жаңағы, иә, соның бәрін істейді де, соның біреуін, мынау қанша деген нәрсеге өмірі ол осынша деген баға айтып көрмеген адам. Ол табиғатында жоқ адам. Оның апталап барып жатып істейді ғой, көрдіңіз бе? Ол үй ағашты жасау үшін соның ауылында айға жуық жатады. Оның морлайды, оның жаңағы ағашын түзейді, одан кейін керегесін еді, уғын еді, жаңағы шаңырағын көзейді, тезге салады. Содан кейін жаңағы керегені көктейді деген секілді. Сөйтіп жатады. Сонда мұның ақысы қанша дейді десе айтады, сен мұқтаж болдың, мен істеп бердім дейді. Ол бұнда тұрған қандай ақы дейді. Ал олар айналып келіп жаңағы әкем қызын ұзатқанда, келін түсіргенде деген секілді той томалағыңа жаңағындай жарты шабылып келіп жатады солар. Сонда бұлар өзі сондай бір ұғымдармен былайша орала беретін нәрселер екен да. Бұрынғы түсінікте сарттанбау дейді ғой бұны. Иә. Сарттанып кетпеу дейді ғой. Қатты бәрін саудаға салып. Қазір енді бізге сондай ұғымдар келді ғой. Жаңағы 3 миллиардермен тұрсаң 4-ші боласың. Жаңағы кедей адамдармен жүрме деген секілді. Кедей адамдармен жүрме. Одан кейін жаңағы барлығын тиынына дейін есептес деген дүниелер бір қатты біздің санамызға осы бір сілкініс беріп жатыр. Мен неге қазақ болғанмын деп жүр біреулер. Баяғыдан осы бір экономикалық қатынастар жолына түсіп кеткенде мен миллиардер болып кетер едім деп миллиардер болады да, бірақ бағанағы өзіңіз айтқандай іргесін таппай қалады. Шалдар айтатын еді ғой, мына тамның іргесі мықты, бұл қазір құламайды. Анау. Сондықтан лайды аямай жағыңдар деп. Сол сияқты адамның да бастағы іргесі, іргетасы, тиегі дұрыс болса, ол жоғалмайды ғой. Бірақ сол біз кейін санасына әбден сызбақты түсіріп, осы санасына әбден тұрмыс билеген кезде сол негізінен айырылып қалады. Қайқа келді, жаңағы келдім қайдан, нетсем пайдам деп шәкәрім айтқандай, ондай өз-өзіне есеп бермейді, өзін жоғалтып депрессияға ұшырайды. Енді бұрынғы мен өз атамнан білдім. Балам, ана жұмысыңды істейік. Ертең ұйқы қанатын жерге барамыз. Олар ақыреттен зіле алмайды. Одан бір санасы қатты жаңағындай үрейленіп тұрған жоқ. Олар ақыретіне де сенеді, осы дүниеге де сенеді. Бірақ
адам болып қалуға тырысады. Қазір қоғамда осы нәрсе жаңағы өзің айтқандай шалдардың әрбір жауабы есіме оралып, сол түйсігім маған соны қайта-қайта қозғайды. Мен де дәл солай пүшәйман боламын. Мен осы бұрынғы атам сияқты бір ойын шалтысты қонақ күте алам ба, әлде алмаймын ба? Менің балдарым келген мейманға дұрыс қонақ жайлық көрсете алам ма? Алмаймын. Болмаса кешегі шал ақын айтқандай, қыналы бармақ әйелін келген мейманға рұқсат сұратпай барлық нәрсені жайғай алама. Мен солар қойып кеткен эталонға жақындай алам ба, алмаймын қазақтың ба деп. Өзімді өзім пүшәйман болып, кейде бір жазғырам. Одан мен енді ойбой не болып кеткенсің деп біреулер айтады да, не баяғы заманға кетіп қалғансың ба деп атады. Бірақ одан мен арыланбаймын. Бірақ сол қасиетті сақтап қалу үшін қазіргі ұлт жастары не істеу керек? Соны айтыңызшы. Енді әңгіменің бұлайша ауанын жақсы қайырдыңыз. Шын айтқан кездегі өзіміздің бәріміздегі сұрақтар сол. Жалпы адам бір мақсаты бақытты болу керек. Бұл бақытты болу деген көңіл күйдің тыныштығы екен. Көңіл күй неден тыныш табады? Өйткені адам сағынады, мұңаяды, қайғырады, жалғызсырайды. Осының барлығын ақша шешіп бере алмайды екен. Оны енді бір ойдан бірдеме құрамай-ақ, өмір өзі көрсетіп жатқан нәрселер ол. Оның бәрін атақ шешіп бере алмайды екен. Не бір атақты адамдар құсадан жалғыз жатып өлген. Сондықтан мәнсап жасап бере алмайды екен оны. Сондықтан бұл адамның бақытты өмірі айналасымен қарым-қатынас екен. Айналасымен дұрыс қарым-қатынас. Айналасымен дұрыс қарым-қатынас баяғы қазақтың көңілі жай болатыны туыстық қарым-қатынас деген бір ғажайып дүние болды. Енді мен қазір ойлаймын. Әр туыстың өзінің орны бар. Жеңгемен әзілдесесің. Адам бір қатқан ағаштай болып қалмайды, әзілдесіп. Жиеніңнің алдында бір нағашы болып салмақтанасың. Оның өзінің жаңағы сен азаматтық кәдімгі бір бейнең сонда шығады. Аталардың алдында баладай болып жаңағындай бір қызмет етесің. Жездеңмен қалжыңдасасың. Бажаңмен бастырнасасың. Осы бүкіл адам бойындағы керекті витаминдерді мыналар аға, жеңге, қарындас, әпке, жезде, нағашы, жиен барлығы өз-өзіне өзі керекті нәрселерді өздері беріп тұрады екен, дәрумендерді. Сонда бұл адам нағыз ертең жаңа отбасында, отанына да қызмет ететін тұлға болып қалыптасуға бүкіл мінезін қалыптастырады екен. Қазір бір мінезбен жүретін адамдар болады. Қызық, иә, қалжың түсінбейді. Тік сөйлейді, бір әзіл түсінбейді. Кейбіреулер сол кешке дейін әзіл қой, жырта қой, қай жерде отырғанын білмейді. Ана жерде үлкен отыр ма, кіші отыр ма, сыйлайтын адам отыр ма, сыйламайтын адам, оны да білмейді. Аузына келген әзіл жаңағындай. Кез келген жерде. Ол да осындай да. Сондай жаңағы қазақылық деген, қазақы туыстық қарым-қатынас деген бәрін адамның орнына қойып, керекті нәрселердің бәрін береді екен ғой. Былайша айтқан кезде мен соны ойлаймын, қазір мынау жеңге, мынау мектепте әр пәннен сабақ беретін мұғалім бар ғой. Біреу физикадан, біреу математикадан, біреу әдебиеттен. Мына туыстар бар ғой. Тура сондай пәндерден сабақ беретін секілді өз-өзінің функциясы, міндеттері бар екен, орындары бар екен. Осыны біз осыдан алыстап қалдық. Орнымен білу керек. Ана жеңге де қазір енді ана бір астарлы әзіл түсінетін адамдар, балалар азайып кетті осы кезде. Жаңағындай бір саусағын көрсетсе күлетіндейгі бір бетінде қалқыған жаңағындай бір жылт етпе күлкілер болады ғой. Адамның күлкі жанын негізі суарып тұратын нәрсе. Ол кереңнен болса, өзің жай кетіп бара жатып,
жұмысыңа бара жатып есіңе түскенде бір жымиып қойып рахаттанып жаңағы ары қарай жүре беретіндей болады ғой. Жақсы аттар да кетіп жатыр ғой. Иә, сол секілді терең әзілдерді адамды суарып тұрады екен. Қазір өзі жаңағыдай депрессия дейді, стресске түскен деген секілді, сондай бұның енді қазақша аты былайша айтқанда күйзеліс деген нәрсе көп болып бара жатыр да. Жастардың арасында да, үлкендердің арасында да жалғыздық деген мәселе. Енді осыдан шығудың жолдары бәрібір біз сырттан бір нәрсені жасап, қазір басқа енді мүмкіндіктер көп, адамдар жалғыз өмір сүруге дағдыланған деген секілді нәрселерге мысалы батыстың нелерінен біз таба алмаймыз сондай. Біз енді өзіміздегі бар нәрсе, ол тіпті үзіліп те кеткен жоқ қазіргі ауылды жерлерде, ата-әжелердің, туыс-туғанның қарым-қатынасы деген секілді. Осы мәселеге жабысып жатып алу керек секілді. Өйткені каникулды пайдаланып, мектептегі сабақтарға да сондай дүниелерді көп кіргізіп, ана сенің нағашың кім, ол не айтты, үйіне бардың ба, қыдырдың ба, кім, не деген секілді нәрселер бар ғой. Осы мәселелер өте маңызды деп ойлаймын. Тәрбиеге байланысты, білімге байланысты бөлек дүние әрине. Бұл білімменен іргелес нәрсе. Мынау жаңа әрқайсысының өзінің орны бар деп жатсыз ғой. Нағашының жомарттығы көріну керек жиеннің алдында. Жиеннің сәл еркелігі біліну керек нағашының алдында. Мынау Америка деген бір ғылымға сүйенген халық қой. Адамға ең ағзасы жақын деп қоянды. Әбден жаңағы тәжірибеге алады ғой. Сонда бірдей тамақ береді екен. Кәдімгі тамақ бергенде қазақ жейтіндей майлы тамақтарды. Содан бір қояндардың холестерині көтеріліп, жүректері ауырып, жаңағы әлсіреп, сонда күйзеліске түсіп кетті. Жаңағы плохой холестерин. Бірақ бәрін бірдей тамақтандырады екен. Бәрі бір беріп жатқан бір рацион. Бірақ енді тең жартысы ондайға ұшырамаған. Сөйтіп, оларға не істейді десе, басын сипалап, еркелетіп, соны массаж жасап, шамалына, алқымна, мысықты еркелетіп, сипалағандай қояндарға сондай күніне 5-10 минут көңіл бөледі екен. Сол анау қоян қуанған кезде, еркелеген кезде, бүкіл организм жаман холестеринді ертіп жоқ қылып жібереді екен. Мынау айналайын мырзаш деп жеңгең бір шықса алдыңнан деген жаңағы несі бар ғой. Жаңа қарындас деген мейман дос сірәда қалмайды. Қиын іс түссе басыңа туысқан қамын ойлайды дейді. Сол қарындасыңның ағатай деген бір сөзі, жездеке деген бір сөз. Бүкіл бойдағы мынау жаман холестерин мен жаман энергия дейді ғой, негатив. Барлығын алып кетеді. Біздің қазақтың көп қанша басына Қаратауынан көш асып келіп жатқанда да депрессияға түскенден содан өтеді. Енді әрине, не бір нәубетті басынан кешті ғой, бірақ бірін-біріне деген жаңа сүйеуі, бірін-біріне деген демеуі. Оны, әй балам, сен менің баламсың, мен сенің атаңмын, жаным, мен сені жақсы көремін демейді. Әй балам, айналайын балам, садағаң кетейін деп бүкіл алдыңа түсіп құдай жорғалап атқан кезде адам бір марқайып, осы көңіліндегі зілдің бәрі кетіп, содан бір ем алып нәр алатын сияқтымыз енді. Соның бір несін сіз енді жаңағы Кертөбелмен Төреқоңырда жазғанда бір әдемі келтіргенсіз. Жаңағы Алмас ағаның жаңағы бәйгеден келген атын беріп жіберген сияқты, сондағы ақсақалдың жаңағы Түйеқоңырға үйіндегі жалғыз нарын беріп жібереді ғой ұстатып. Сонда ол өзі бір қатты жарып отқан кісі емес еді. Бірақ көңілмен марқайып, шаттанып, 10 түйеге татитын елден сондай ықылас алып, ықылас бата деген нәрсені біз қазір тоқтамаймыз. Бірақ анау бүкіл сұранысқа телефоннан алғымыз келеді, сонымен басқымыз келеді. Бірақ ол бәрібір екі ортада байланыс жоқ. Мысалға, есек тұяғын төсейді, ат жалын төсейді деген қадір қасиетті біз енді осы уақытқа дейін білмедік. Енді оны теппегенмен ғана сол ат жалын төсейді шығар деп ойлайтын едігіміз. Енді көкпарда ат соғып кетеді, бірақ басып кетпейді ғой. Атадан баспайды деп әкелеріміз үйретті бізге. Аттың жалында өстік.
Соны енді кейін келе осы ғылым жолында жүріп, әрдеңеден сұрап жүріп, менің бір достарым ипотерапиямен айналысты. Сосын сал болған балдарды атпен емдейді. ДЦП балдарды. Сонымен атпен емдейді. 2-3 баланы күнделікті аптасына 2 рет сөйтіп бір жүргізеді екен. Тізімге алған барлығымыз. Бірақ ат деді, сол 1 жылға жетпей өзі сал болады дейді. Ана баланың денесіне ауырлық салмайын деп, ананың икеміне қарай жүремін деп, ат бүкіл өзінің энергиясын балаға береді. Өзі сол баланың үстіндегі адамға салмақ түсірмей шоқытам деп, жүрем деп, соны және алдыйды ана. Қазір көліктерде бар ғой, независим подвескі дейді ғой, сондай тепе-теңдік ұстаймын деп, ақырында өзі ат сал болады екен. Сол жалын төсейді дегенде, ол бүкіл жан дүниясымен, тұяғымен жалына дейін адамға беріледі екен ғой. Міне осындай қасиет негізі туысқандықтың да арасында болды ғой. Жаңағы әке мен баланың арасында. Өзінің бүкіл жалынан тұяғына дейін, бүкіл өзінің есін берді. Бала өзінің бүкіл құрметін, бүкіл қадірлейтін адам сол әкесі болды. Осы байланыс бар кезде ешкім күйзеліске түспейтін еді. Енді осы әке мен баланың арасы, сіздің жаңағы рух номинациясын алған өлеңіңіз бар ғой, оның әкесі бар ғой деп, жаңағы келіншектің баласы деген. Осы нәрсеге енді бір қысқа нұсқа. Қазір әкенің бар дегені, ол үйде суреті тұрса, енді апаттан да кейде адам қайтады ғой, бірақ бала әкесі болған, бар екен, ізін білет. Көбінде енді сіздің айтпағыңыз болған, әкесінің кім екенінде, суретінде, руында білмейтін балдар өсіп отыр. Осы бір қасиеттен қалай арыламыз біз, әкені қайтсек құрметтетеміз. Сіздің аузыңыздан бір ауыз сөз. Бұл енді қазір заман трагедиясы ғой. Мынау бір бала тауып алсам, сосын өзіммен өмір сүрсем, бір бағатын жағдайым бар ғой дейтінде түсінік белең алып кеткен өтірік емес енді қоғамда, әйелдерде. Бірақ ол әкесін іздемей ме екен, ол әкесін жоқтамай ма екен, ол әкесіз болса оның қаншама дүниесі кем болып қоймай ма екен. Ертең мына аласапыран, күрделі, бірін-бірі талап жеген қоғамның ортасына түскен кезде қорғансыз болып қалмай ма екен, шарасыздық ұшырамай ма екен деген мәселелер ойлантатын да шығар, бірақ қатты бір қабырғасын қайыстырады деп ойламаймын жаңағындай мәселеде. Ал енді сол нәрселерді мен өзім жаңағы өлеңді жазған кездің өзінде де жаңағы шынайы оқиғада болған. Бұл шынайы оқиғадан бір жігіт, Нұржас деген екеуміз Қарағандыдан Астанаға келе жатыр едік. Сол әңгімені айтып қалды. Анау әлі жетіп тұр, күші жетіп тұр, бірақ не болды енді сонша таяқ жейсің кешке дейін сондай өзіңнің кіші балалардан деген кезде, оның әкесі бар ғой деп айтты дейді. Оның әкесіге бұларды ұрып жатқан жоқ, ұрсып жатқан жоқ, бірақ әкесі бар деген нәрсе. Ай бар ғой енді. Сол кезде менің жүрегім бір ине шаншып алғандай бір шымыр етті да. Сөйтіп сол көп жүрді ойымда. 1-2 жыл былай жүрді. Бір кезде бір рет келген кезде қағазға түсті ғой өлең болып. Ақбереннің болмаған балалық шақтағы келтіретін жері бар ғой. Өзінің қара басынан өткен досымыздың оқиғасы ғой. Әке, шешеден де менің қажетімсің ғой деген жері бар ғой. Шешеден де қатты мұқтажмын ғой саған деп зарлап баланың зарын келтіреді ғой, соңында айқайлап тұр. Шынымен де қазір енді ұл бала үшін ол әрине. Бала үшін шешеден де қатты қажет нәрсе бұл әке екенін бағасын жоғалтып алды, білмей қалды, білгісі келмей қалды. Мен енді 1-2 жерде айтып едім, оны енді біреулер жақтырмай қалуы да мүмкін, бірақ баланың, ананың өбектеуі баланы кәдімгі отравлениеге өлтірді. Өйткені 12-13-інде қатын іздеп тұрған бала дейді ғой жаңа. Ол салтанатпен суретке түскісі келеді. Кекілін қайырып, Жәмилаға барады.
болмаса Сәулешті киноға шақырғысы келеді дейтіндей жігіт болып келе жатқан балаға аналық өбектеу. Мен бір мысал айтайын. Әкенікі қажеттілік деп ойлаймын. Мынау әкенің сосын жаңағы өбектеу мәселесі ғой. Сонда бір Қытайдың бір жазушысы бар. Балалар әдебиетін жазатын. Қытайда. Таза Қытай ғой. Бұл балалар журналын шығарады. Содан кейін бұны осы балалардың бойында болып қалған жаңағы күйзелістер, құса ғой қазақша айтқанда, құса болып қалған, сондай үндемей қалған, сондай балалар бүкіл жаңағы қалаларынан шақыру түседі. Менің баламмен психологиялық кеңес жүргізеді ғой, сөйлесіп бір деп. Сонда бір ата-ана хабарласады, менің балам жасы 10-да, тәп-тәуір ойнап күліп жүретін, бірақ бірнеше күннен бір айға жоқтап қалды, осы тұйықталып қалды, сөйлемейді, жатады үйде, ешқайда барғысы келмейді. Осыған не болды деп, сіз келіңіз бізге дейді ғой, тапсырыс береді, келеді. Кегесін айтады, мен осындай журналды шығарушы апаймын ғой, танисың ба дейді. Иә, ол журналды білем дейді. О, жақсы болды білсең онда. Онда сен маған бір кеңесің керек болып тұр маған. Соған көмектессең дейді. Балаға айтады. Айтыңыз, не істейін дейді. Сол журналға жаңа бір беттер ашайын деп едім мен. Соған сенің кеңесің көп тұрды. Қандай бет ашқаным дұрыс дейді. Сөйтсе бала орнынан атып тұрады. Мұны ата-аналарға бірден айтатын ашыңызшы дейді. Мына шешеге бірден айтатын бірден ашыңызшы дейді. Иә, дұрыс, өте жақсы, бірақ не дейміз оған, не айтамыз десе? Мен жасым 10-да, көршінің баласы да 9-да, 10-да. Олар магазинге барып, нанға барып, жүгіріп кеп сөйтіп тұрады, шаруаларды істеп. Мен барайын десем, мен жібермейді. Бірден нетіп қаласың, сөйтесің, бүйтесің деп. Сонда да мен сүтке барам, мен барам деп, күшпен барып, магазинге жақындай бергенде артымнан қараса, шешем еріп келе жатыр екен дейді. Сонда мен езбін ба дейді. Мен сондай сорлымын ба, мен мүмкін сондай мүгедек адам шығармын мен. Сондай бала шығармын, әйтпесе менен бір жас кіші балалар жүр ғой ана жерде. Өзіммен жасты балалар жүр ғой. Неге мені сонша не қылады дейді. Соншама аялайды, сонша қорғайды бұл. Сонда мен сондай бір кемістігім бар ма? Дейді ғой. Көрдіңіз бе? Сонда анандай нәрсеге баланы жаңағы өзіңнің неңе ала берген кезде ол сенің бауырыңа тығыла береді. Бір кезде өзің қорғансыз сезініп, өзін жаңағындай шешім қабылдаймаған. Кейде сол қазақтың балаңды аясаң аяма дейтіні бар. Содан кейін мынау бүркіттің өзі балапанын жаңағы ұяға жұмыртқа жарғаннан кейін ұлпа жерде жатпайды бүркіт. Күтіп отырып қояды. Иә, ұлпа жерде жатпайды да, астына қарағайдың қатты бұтақтары салады. Сонда бітіп шынтақтап кішкене жатады да, анау талғанда қайта тұрады. Қайта тұрады. Ол кейін, мысалы сенің қолыңа бүркітті күні бойы қондырып жүресің ғой. Сол кезде мына жерде дұрыс жетілмесе, сарбуындап жаңағындай дұрыс шынықпаған болса, кешке қарай құлап қалады, бүркіт өзін өзі ұстап отыра алмайды. Сонда бала күнінде, балапан күнінде мынаның барлығын ұстатып жаңағындай қатайтады. Сонда бар болды, таңертең көтерген құсын кешке дейін қолыңда жүре береді. Әйтпесе өзі келе жатып түсауға құлап қалады құстардың өзі. Сонда кішкентай балапанның өзін. Ал енді осы мәселелер бала күнде жетіледі ғой. Қазақтың ат жалын тартып мінген уағына дейді ғой жаңағы ат жалын. Бізде осы дәстүр қалып қойды. Қазір сүндет тойға қосып жасап жеріп соған мәз болып жүрміз. Бірақ балаға сүндет тойында әкелген тайды балаға өзіне мінгізіп, жуасытып, соны әбден басқарып, бала соны кәдімгі дөнен қып мініп алған уағында бөлек той жасайды. Баланың атқа мінгеніне бөлек той жасайды. Сол кезде ол жауапкершілікті, бір нәрсені бағындырғандар, өзінің досындай, бауырындай тұлпарға, асыл тұяқты ғой енді тұлпарға жауап беру, оны түсіну, оны ауыртып алмау, оны қаңтару, оны жаңағы таңастыру, оның алды, асты, арты бәрін таза ұстау, оның жабыңғысы, оның ертоқымы, үзеңгі, жезі үзеңгісінің жылтырлап тұруы, оның кір болмауы, құйысқанның жаңа нәжіс болмауы,
барлығын тазалығына және тірі нәрсеге жауап беру деген 6-7 жастағы балаға тапсырма беріледі. Қазір енді 20-25-тегі бала үйіне еге боламай жатады. Сосын бұрын ана атеке деген бір не болған. Былайша айтқан кезде қазір нянка дейді ғой, бала бағатындар. Атекелер ұл балаларға қарайтын. Ол мысалы біржан салдық құрды, ана жаққа кетті, мына жаққа кетті, балаларын садақ ату керек, күресу керек, асау үйрету керек, аю ату керек, аңшыға шығу керек деген секілді ғой. Енді аю атпаса да жаңағындай, соның жаңағы 5-6 жастан бастап сол беріп қояды жаңағындай. Тренерлер ғой, қазірше айтқан кезде. Сол адам қарап, сол балалардың соның барлығын жетілдіруге күш салады. Енді ондайға дәстүрінде бар нәрсе, атеке дейді оны. Кімнің атекесі жаңағындай. Содан шыққан дүние. Ал қазіргі уақытта енді біз мектепке беріп қоямыз баламызды. Не жаңағы туысқандық қана витаминдердің барлығы толық болып жатқан жоқ. Не жаңағы ұлға ұл, қызға қыздай жаңағы тәрбиелер барып жатқан жоқ. Сондықтан сол мектепке барып мына қосумен алуды көбейтумен нені білді. Сосын кейін жаңағы ғылым, математика деді, басқа ғылымдарды біліп жатыр. Осы бәрі керемет болып жатыр деп ойлаймыз. Ол ғылым өз алдындағы нәрсе. Ол ғылым әрине оны білсін, бірақ мына маман болу мен адам болудың арасындағы үлкен қарым-қатынастар менен, адам болып өмір сүрудегі адамның бақыты менен байланысып жатқан үлкен ұлы нәрселерді арасын кейде тіпті көпір салмақты бір үзіп алған секілдіміз. Олақа өзіңіз бір айтқыңыз келіп жүрген нәрсе болса, енді мен мынаны көп айтамын да, Аллах. 100% балабақшада әйелдің тәрбиесін көріп жатыр. 100%-ға жақын 85% мектепте әйелдің тәрбиесін көріп. Менің енді өзім тұжырымым бұл, енді осыған отырдым. Өйткені мына жаңа әскерде неге өз-өзіне қол жұмсау көбейіп кетті дегенде маған көп сұраныс түсті. Осыны қарадым, былай қарадым, сол балдардың, сөйтіп жүрген балдардың, соңғы жаңағы рискте жүрген балдар дейді ғой, топқа бөлгенде, солардың несі. Одан кейін колледжде де сол 85%, 90% әйелдің тәрбиесін көрген баланы біз бірден аламыз да 100% ер адам тәрбиесіне бергенде, жаңағы тік тұр, қаруды ал деген кезде, ондай қатаң дауысты бұрын естіп көрмеген бала депрессияға ұшырап, әскерде өз-өзіне қол салу, қашу әскерден деген дүниелер көп болып кетті. Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, ер баланы әтекеге берді деп, бұл қазақтың дәстүрінде бар. Қазір осы дәстүрді немен алмастырсақ болады? Мына қатал мектептің ұстазын қазір ешкім жақсы көрмейді. Атана бірден еріп барып, арызданып, шағымданып, соны шығарып жергісі кеп, құртқысы кеп, талапшыл мұғалімді жаңағы оқушылар жақсы көрмейді. Сөйтіп енді бір қазір жуасты баған, қашырмені бағандай қылып, ер мұғалімдер аз, қоғам үнемі сол құрбандыққа, мұғалімді шалуға ұста болды қазір. Басшылықта, мансаптыларда, қоғамда. Содан жаңағы депрессияға ұшырағыш ұрпақ келе жатыр. Еркектің тәрбиесін сұсын көрмеген солдаттар өсіп келе жатыр. Ертең ол қалай отан қорғайды? Осыны бір негізі нәрсе бар ма? Мектеп ұлттық бағытқа бұрылу керек. Негізгі мәселесі. Енді Жапонияда мысалы біріншіден тілдің мәселесі деп жүрді, өте күрделі. Өзі аузына жарып қазақ тілін сөйлемей өскен баланың да психологиясында көп қиындықтар болады. Бұл бір бөлек бір әңгіме. Екінші нәрсе, Жапонияда мысалы ұлдардың істейтін шаруаларын мектепте ер адамдардың, қыздардың істейтін шаруаларын бөлек кәдімгі сабақ ретінде қосымша оқытылады екен. Бұл тәжірибеден өткен нәтижесін берген дүниелер ғой. Ал бізде соны қосымша пән ретінде ұлдарға жаңағы әр мектептерде, мен енді бір нәрсені ұсынғым келеді, ылғи да айтып жүрмін оны. Жай ғана бір мектепте бір киіз үй тұрса, соны әр мектептің балалары тіксе, оның әр уығы не, керекесі не, көгі не, азаты не, арысы не,
соның барлығын мысалы білетін болса, содан кәдімгі бір емтихандар қабылданатын болса деген секілді нәрселер бар ғой. Осы секілділердің өзі сол мектептен бастап қамтамасыз ету керек бұны. Бұны ақыры мынау туыстық қарым-қатынаспен, отбасылық мәселелермен шешу қиындап баратыр, шынын айтқан кезде. Өйткені балапан басына тұрымтай тұсына кетіп, әр отбасы қалаласып, әбден жаңа көршіні де танымайтын, басқаны да неғылмайтын, үйіне жылына, айына жылына алыстан бірер қонаққа келетін деген секілді адамдар көп қой енді. Осындай жағдайда бұл мектепке салмақ қатты түседі қазір. Ал мектеп болғысынан мемлекет қой. Мемлекет осы салмақты қатты сезіну керек. Осы салмақты қатты сезінсе, мектепті ұлттық бағытқа, жаңағы ұлттық тәрбиеге соған ойыстыратын түрлі дүниелер көп қой. Ол мектеп ішілік шараларда жетеді оны істеуге. Кеше ғана Қосшы қаласында Астананың іргесіндегі әкелер күнінде атап өтіп, жаңағындай бір неге шалма лақтырып, бүйтіп шеге қағып деген секілді сондай нәрселерді ұйымдастырды. Бұлай бір шалма лақтыратын жөнді жігіт жоқ, мысалы. Немесе бір жаңағы шегені қаққанда үлкен жігіттердің өзі жаңағындай осалдық танытып жатыр. Сондықтан бұның барлық адамның бойына, баланың бойына сенім деген нәрсені қалыптастырады. Мен жаңа сіздің асауды үйреттім, асауды жеңдім деген секілді бар. Мен бір нәрсені істедім, міне тындырдым, нүктесін қойдым. Демонстрация. Міне мен мынандай нәрсені шалман салдым, ананы ұстадым. Тигіздім, анаған садақтан тигіздім, асықты аттым деген секілді нәрселер осының барлығын пән ретінде. Ер қылатын демонстрация ғой, өзіне атойлап шығу, көрсету, ақырып шабу, біреу балуанмен белдесу, айқайлап тұрып, жеңілсең де әйтеуір белдестім деп, жаңа құласаң нардан құла деп, үлкен бір балуанмен белдессе, балдарымыз айтып келетін еді, кім есімен шықтым деп жаңа. Сол сияқты өзінің бір ерлігін көрсету керек қой. Әрине. Осы тәрбие қазір кенжелеп келатыр. Сізбен сол енді ой өссем дегенім ғой. Лаха, осы киноға түсірілген кинолардың көбінде мынау керуен келе жатқан кезде керуеннің жаңағы үстіне қойылған жүк дұрыс тартылмайды, сол дұрыс жасалмайды деп сынаған жеріңізді көріп едім бе? Несі ұнамай қалды? Несі түсінбесіз? Енді қазақтың дәстүрінде ол бір қандай бір жолмен келді, қандай бір оның айшықты тұстары бар, шегелеп мына жер мынандай болу керек дейді. Бұның мәселесі біз ұлт ретінде өзімізде немқұрайды қарайтынымыз, ұлттық салт дәстүрді сыйламайтынымыз. Біздің режиссерлар, операторлар, мысалы жаңағы Жапонда айта бердім. Мынау Жапонның нәрсесінде ол былай істеледі. Ол ана жерде кинода көріне ме, көрінбей ме, ол бір кәдімгі қасиетті нәрсе секілді адамға қалыптасып қалады. Көрінсе де көрінбесе де ол дұрыс тұру керек. Дұрыс тұрмаған нәрсе деген жаңағы сенің өзіңе ыңғайсыздық беріп тұру керек та. Ал ол ыңғайсыздықты сезіну үшін сен нағыз қазақ болуың керек, шын айтқан кезде. Бізде режиссерлар қаншама шетелде оқыды, әсіресе совет үкіметі кезінде орысша бітірді көбі. Солар одан кейінгі сабақтастық бері қарай жалғасып кетті, шын айтқан кезде. Енді тура біз қайтадан кейінірек қой біздің көшпелі өмірді қайта түсіре бастауымыз деген. Сол көшпелі өмірді арғы нәрсеге, салт дәстүрге таман келген кезде бірден ақсақ ойылып жүрісіміз алға мандымай қалды. Себебі неде? Ол нәрселердің барлығын ол тұра берсін, ода тұрған немене бар? Бұнда тұрған немене бар деген әңгімемен басталады. Мен енді Абай жолы сериалын түсірген кезде, қонақ Абай төрде отырады. Біз қазір мен кез келген жер бетіндегі қанша ұлттың үйінен қазақтың үйін өзгеше деп айтамын. Себебі қазақтың үйінде төр бар ғой деймін. Төрде отыратын адам бар, адамның салмағы бар, адамның құрметі бар. Біздің өзіміз қазір қонақ күткенде болдық та, енді мысалы біз өте есікке қарай кетіп қалдық. Әйелімізбен бірге жүгіріп жүреміз ғой, оның үшін қонақ күтіп. Жарайды енді, ол қалыптасқан нәрсе. Қонақ болғанда отырғанда енді Қазан жақтағы ненің үйі отағасынікі, төрі. Одан кейін былай жалғасады. Мына жақта жаңағы өзің жақын туыстарың, сенен кейінгі отыратын адамдар енді ретімен отырады деген секілді ғой.
сол төр деген жаңа мүлде сақталмай кетті ғой. Төрін бермейді деген сөз бар ғой. Ол түркімен төрін бермейді деген ол кішкене басқаша мағынада айтылған нәрсе. Сондықтан сол нәрселерге біздің қазір төріміз де жоғалып бара жатыр. Біздің қазіргі сол мынау шаңырақ мысалы соңғы түйеге артылады. Соған қою керек оны. Ол баяғыдан қалыптасып қалған, неше кітап тақтарсаң да сол шығады. Этнографиялық кітапты. Сейіт жаңағы қасқа басып тақтарсаң да, Ақселеу Сейітімбеков тақтарсаң да сол шығады. Ол сол шығады. Бірақ оны қарамайды, және осылай ғой десең ода тұрған не бар дейді. Бұның барлығы қазақ өзіне немқұрайды қарау. Өзінікін бір соншама бір культ ретінде сезінбеу, бағаламау. Содан кейін ондай нәрсені көп шыға береді. Мен ондай әңгімені айтсам ұзақ кетемін, шын айтсам. Бірақ негізгі түп осыда. Демек, бағаламауда. Титтей дүнияң болса да бағалап. Мынау жаңа бір халықтар бар ғой, жаңа кішкентай бір соғыстырғанына дейін бәрін дұрыстап, соны әжептеуір, соны дәстүр қылып, бір тілегін айтып барып, соны жаңа бір жаман су ішкен дәстүр қылып алған. Енді бізде не бір дәстүрлер бар жаңа, қызға сыбаға беру, қыздың сыбағасын дайындау, жеңгелері. Одан кейін жаңа күйеудің сыбағасы, бұны барлығы ретімен. Күйеудің сыбағасы туралы бір қызық нәрсе бар еді, андай. Өзі әйел алып келеді өзінің әулетіне. Сол кезде күйеу табақ деп табақ тартады оған. Өз әулетінде өзіне табақ тартады. Ана қайын жұрт жағында емес. Ол жақта да тартылады. Мына жақта тартылғанда ол мына әйел алды ғой, үйленді, бұл енді сондай бір өзі жеке дара сый табаққа лайықты азамат, өзінің бір несін белесін, өз әулетінен өзі жаңағы табақ алып сөйтіп отырады жаңағыдай. Енші алып отқан секілді. Бірінші несі содан басталады ғой. Осының барлығы дәреже бойынша өсіретін еді ғой. Баланы, жас жігітті өстіп. Бәрін орнына әкелетін. Киім қандай еді, мысалы. Қыздардың тақиясынан бастап, жаңа түскен келіннің бас киімі, бір балалы әйелдің бас киімі, саргыдыр тартқан кездегі әйел. Соның бәрі киімінен оның бүкіл жағдайын қандай санаттағы мысалы адам бәрі көрініп тұратын нәрселер. Мысалға, енді мен үнемі айтам, кимешек қатын адамның киімі деймін. Мен ол қатын деген жақсы сөз ғой. Біреулер енді соны жақтырмайды. Мынау өзінде физиологиялық өзгерістер пайда болып, астына емізетін баласына ыңғайлап тігілген киім ғой десем, кейбіреулер енді әр жақты бұрмалайды. Сол енді жаңағы айтып жатсыз ғой, үйленгеннен тұрмыс құрғаннан кейін әйелдің жаңа бір жылдан кейін өзі кимешек киюге ыңғайлы болады ғой жаңа. Астына баласы алып емізеді, не қылады. Одан кейін саргыдыр болған дегенде киімін айтып жіберші қандай. Енді жаңа кимешек туралы нақтылау керек оны кішкене. Өйткені кимешекті енді біздің көрген дәстүрімізде де ол кейінірек жаңағы әже болуға айналған кездегі кимешектер киеді. Ал мынау қазір тақияны енді киіп жүр ғой, киісін жақсы. Бірақ тақияны тұрмысқа шыққанға дейін еді да. Тұрмыстағы әйелдердің тақия кигені маған өтті бір мүлде бір басқаша жаңағындай бір бойыңды тітіретіп тұрады ғой бір. Алдап жүргендей адамды ше, адамды алдап мен тұрмыста емеспін деген ұқсап көрсетіп жүргендей ма, маған солай елестейді. Өйткені мен ұғымымда ол, енді бойымда сондай қалыптасқан нәрсе. Сондайға елестейді. Орнымен, жолымен, ретімен. Жоқ, ол киісін енді оған да шүкір ол қазақша осындай киіп жүр, жарайды. Бірақ маған солай елестейді, бұрынғы орны. Ана басында Қамажайдың бір талық айырылып Қамажайдан болдым күлкі дейтіндей жаңағындай. Бізде жалпы қазақтың құдалық несінде көп қой, бірінші келгенде күт ағу дейді. Соны күт ағып кеткен ғой басына. Басында Қамажайдың бір талық деп отырған соң құдалық сөйлесіп қойды ғой. Көрдіңіз бе? Соны ана басында үкіні қырқып үстіне нышан тағып кетеді екен. Мына жеріне жаңа түйрегішпен. Болмаса жаңа шашпауына, сол кезде оғызға ешкім қол қалап сөз айтпайды, тиіспейді деген нәрсені айырылып Қамажайдан болдым күлкі дейді. Осындай нәрселер, бұның барлығын білмеймін, кітаптарда жазулы жоқ емес бар, бірақ осылардың бәрін айшықтап тұтас халыққа жеткізетіндей
анау мектептен бастау керек болып бағдарламалардың бәрін кіргізу керек. Яғни Мектептен басқа жол жоқ. басқа Мектептен сосын дұрыс кинодан осындай. кинодан. Иә. Енді ол енді балалардың қазіргі мынау қолындағы телефонға ондай ойындармен енді кіргізетін болса, ол керемет болатын еді. Алла сәтін салып, сіздің енді межелеген уақытыңызға біз таяп қалдық, Құдаға. Келіп студиямызға қонақ болып, студияның көркін кіргізіп, мынау көрікпен соққандай қап-қызыл әңгімелеріңізді айтып, енді сырдың бойына келген кезде Ұларбек Нұрғалым не айтты дегенді күтеді ғой барлығы. Соны енді ертең Алла қаласа осының барлығын желіге салармыз, жақсы-жақсы жерлерін кесіп алармыз. Қайда жүрсеңіз аман жүріңіз. Ұлттың, дәстүрдің жанашыры болып, самайыңызды толық ақ шалып, омырауыңызды, алқымыңызды, ақсақалыңыз жауып, үлкен абыз қария болуға Айтқаныңыз келсін. жақсылықта жолығайық, аманшылықта жолығайық. Жақсы.